Мына видеода көріп тұрған қыз жай ғана көшеде чемоданын сүйреп бара жатырған сияқты көрінуі мүмкін сізге. Алайда ол олай емес. Көзіңізге бұл қыз қарапайым студент сияқты көрінгенмен, бұл қыз сүйретіп бара жатқан чемоданның ішінде адамның мәйіті жатыр. Ол адамның мәйітін чемоданына салып алып, қаланың қақ ортасында осылай дым болмағандай сүйреп кетіп бара жатыр. Және бұл жердегі ең қорқыныштысы, бұл қыз адамды жай қызығушылық үшін өлтірген. Яғни адам өлтірген қалай болады екен, қандай сезімде болады екенсің деп соны сезініп көру үшін бейтаныс адамды өлтірген. Бұл қыз 23 жастағы Чон Ю Чон. Ол 2023 жылы жасаған қылмыс бүкіл оңтүстік Кореяны дүр сілкіндіреді. Чон Ю Чон жұмыссыз болған және атасымен бірге тұратын болған. Достарының айтуынша, ол көп уақытын үйде өткізетін болған. Қылмыс туралы сериалдарды, деректі фильмдерді және детективтік романдарды ерекше жақсы көрген. Тергеу барысында полиция оның интернеттен бірнеше ай бойы адам өлтіру, мәйітті жасыру және қылмыс іздерін жою туралы ақпараттарды іздегенін анықтады. Бірақ оған нақты бір адам керек болмаған. Ол кез келген құрбанды іздеген. Сол үшін онлайн репетиторлар қосымшасына тіркеліп, өзін ағылшын тілін үйренгісі келетін оқушының анасы ретінде таныстырады. Не үшін ол бейтаныс адам іздеген? Себебі егер ол бейтаныс адамды тауып, оны өлтіретін болса, бұл қыз оған бейтаныс болғандықтан, оны ешкім күдіктемейді деп ойлаған. Осылайша ол онлайн репетиторлар қосымшасына тіркеліп, 50-ге жуық мұғалімге хабарлама жібереді және олардың көбісі бас тартады. Бірақ Бусан қаласында тұратын 26 жастағы ағылшын тілі мұғалімі үйінде сабақ өткізуге келісім береді. Кездесу болатын күні Чон интернеттен сатып алған мектеп формасын киіп келеді. Сыртынан қарағанда ол кәдімгі мектеп оқушысына ұқсайтын. Сондықтан мұғалім еш күмәнданбай оны үйіне кіргізеді. Полицияның мәліметінше, үйге кіргеннен кейін Чон мұғалімге шабуыл жасап, оған 100-ден астам пышақ жарақатын салған. Қылмыстан кейін ол мәйітті бөлшектеп, оның бір бөлігін үлкен чемоданға салады. Кейін такси шақырып, чемоданды Бусан маңындағы орманға апарады. Орманға жеткен соң чемоданды ағаштардың арасына қалдырып кетеді. Бірақ дәл осы жерде оның жоспары бұзылады. Себебі такси жүргізушісі жолаушының әрекетін күдікті деп санап, полицияға хабар береді. Себебі түн ортасында біреу чемоданды ұстап алып, орманға апарып, қайтадан такси шақырып жүрсе, әрине кез келген адам күдіктенеді. Полицейлер бейне бақылау камераларын тексеріп, қыздың чемоданмен жүрген бағытын анықтайды. Көп ұзамай Чон Ю Чон ұсталады. Алғашында ол мәйітті басқа біреу өлтірді деп айтады. Кейін жанжал болды, сол жанжал барысында өлтіріп қойдым деп айтады. Әртүрлі нәрселерді айтып ақталуға тырысады. Бірақ дәлелдер көбейген сайын ол бәрін мойындауға мәжбүр болады. Тергеу кезінде Чон адам өлтіруге қызығушылығы қылмыс туралы сериалдар мен телебағдарламаларды көп көргеннен кейін пайда болғанын айтқан. Сот оның психикалық ауруға байланысты айтқан уәждерін қабылдамады. Ол мен психикалық ауруларым бар деп тағдақтағысы келген себебі. Олар қабылдамайды, себебі ол қылмысты бірнеше ай бойы мұқият жоспарлайды. Себебі ол мұғалім іздейді, өзі оны біліп жасайды. Яғни ол ешқандай психикалық ауытқуы жоқ, тек осындай қызығушылықтан болып отырған адам өлімі. Нәтижесінде Чон Ю Чон өмір бойына бас бостандығынан айырылады. Бұл іс бүгінгі күнге дейін осы оңтүстік Корея тарихындағы ең шулы және ең түсініксіз қылмыстардың бірі болып саналады. Қалай ол адам қызығушылықтан адам өлтіреді деген сияқты. Көп негізіне нәрседе, көп өлімдерде, адам өлімінде болған кезде оның бір нақты бір себебі бар. Біреу кек алу үшін өлтіреді көп жағдайда. Не болмаса ұрыс жанжалдың үстінде өлім болып, не болмаса бір жаңағыдай серийный убийцалар болады. Бірақ бұл қыз оның ешқайсысына жатпайды, жай осылай қызығушылықтан болып отырған жағдай.